Выборы в Казахстане. Араға 2 апта салып өздеріңізбен қайта жолықтық. Айтатын әңгіме көп, бұлжырап тұратын уақыт жоқ. Ендеше сайлау 2019. Абзик, мотор. Сонымен үгіт насихат жұмыстары қызып жатыр. Кандидаттардың дайындаған спектакльдерінің режиссері кім екендігі белгісіз, бірақ креативті Зеленскийдің ойына да кіріп шықпаған қойылымдар қойылуда. Алғашқылардың бірі болып, ұлы дала қыраны Сәдібек түгел көзге түсті. Арақ деген ол әзәзіл. Арақ зиян, денсаулыққа зиян. Қою керек өздеріңді, семьяларың бар шығар. Шамасы Сәдібек мырзаның штабында жұмыс жасайтын реквизиторлар алкогольді ішімдіктің қандай стаканға құйылатынын білмейтін сияқты. Ал клубта демалып отырған жастардың жасы және үстеріне киген киімдері қозғауға келмейтін тақырып. Ну что, ребята, зачем скандал? Бір жағынан ол түсінікті түсінуге болады. Қазір клубқа кіріп шығудың өзі ақша. Ақша демекші. Сайлау науқанына Сәдібек түгел мырзаға қанша қаржы қарастырылғанына тоқталсақ. Оны ұсынған ұлы дала қырандары қоғамдық қозғалысы небәрі 200 мың теңге жинап берсе, халық пен өзге ұйымдардан 75 миллион 872 мың теңгедей қолдау тауыпты. Осылайша оның шоты 76 миллион 72 мың теңгемен толығыпты. Оның 76 миллион 53 теңгесі толық жұмсалыпты. Прикинь, 76 миллион 53 теңге жұмсалған. Надеюсь, клубқа емес шығар, сол ақшам бәрі. Тебе больше не на кого охотиться, что ли? Куда же они пошли? Может, туда или туда? Алғашқы 2 аптада осындай сумманы жұмсап қойған үміткер қалған 2 аптада 71 974 теңгені қалай жеткізер екен? Еліміздегі букмекерлік кеңселерді жауып, ұлттық ойындарды дамытуға ден қою қажет. Ұлы дала қырандары қоғамдық бірлестік атынан сайлауға түскен кандидат Сәдібек түгел осындай бастама көтерді. Походу, 76 миллион клубқа емес, басқа жаққа кеткен сияқты. Енді сайлау науқанында кандидаттарда қанша қаржы бар? Көз жүгіртейік. Сонымен еріктілердің 7 кандидатқа жинап берген қаржысының есебін шығарайық. 893 миллион 790 мың 890 теңге. Ну что, ребята, зачем скандал? Құрметті еріктілер, сіздер өздеріңіздің жомарт екендеріңізді көрсеттіңіздер. Бір айдың ішінде 1 миллиардқа жуық ақша жинай алады екенсіздер. Ендеше осы қарқынмен емделуге қаржылары жетпей жүрген бүлдіршіндерге неге жылу жинап бермеске? Мүмкін болса әрине. Халық арасында ештеңе өзгермейді. Президент тағайындалып қойған деген пікір тарап жүр. Қазір бізде 2 ақ жол бар. Ештеңе бітірмей құр босқа отыру, немесе қимылдау. Осыған дейін түк бітірмей келдік. Енді іске кірісетін уақыт келген шығар. Мой отец сказал мне однажды, когда что-то в мире идет не так, ты можешь либо ничего не делать, либо сделать хоть что-нибудь. Первое я уже пробовал. Бүгінгі шығарылым неліктен қысқа демеңіздер, енді біз сіздермен жиірек жүздесіп тұруға тырысатын боламыз. Бүгінгі видео ұнаған болатын болса, лайк басыңыздар, дизлайк басыңыздар, не үшін лайк басқандарыңыз түсіндіріңіздер, не үшін дизлайк басқандарыңыз түсіндіріп комментарий жазыңыздар, және біздің Instagram парақшамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Бүгінге осы. Так, все, давайте өшіріңдер. Есті толықтамай ақ қойыңдар, в принципе, особо ештеңе айтқан жоқпыз ғой бүгін.